Баршаңызға ассалаумалейкум. Бүгін сіздермен бірге кез келген той жиындарға немесе күнделікті дайындауға болатын өте тиімді әрі дәмді болып шығатын тойымды салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең әуелі 2 дана баклажан керек болады. Баклажанды алдын ала жуып тазалап алыңыздар. Ортасынан теңге бөліп, бұл бөлікті қайтадан бөліп, осындай үлкен бөліктерге кесіп аламыз. Міндетті түрде үлкен болуы керек, себебі бізде салаттың ішінде баклажанымыз көрініп әдемі болып жүруі керек. Одан кейін баклажанымызды түбі терең ыдысқа салып, үстіне тұз қосамыз және де су құйып, баклажанның ашылығы кеткенге дейін шамамен 15-20 минутқа қойып қоямыз. Осылайна міне бір рет араластырып алсаңыздар болады. Енді біз келесі кезекте қызанақпен жұмыс жасаймыз. Бізге 3 дана қызанақ керек болады. Осындай орташа көлемдегі қызанақ алсаңыздар болады. Алдын ала жуып тазалап алдым барлық құрамына қажет заттардың барлығын. Енді қызанағымызды осындай міне үлкен бөліктерге кесіп аламыз. Қатты ұсақтап керек емес, бізде керісінше үлкен болып тұрса, салат бізде дастарханда өте әдемі болып көрініп тұрады. Тура міне осылай барлық қызанағымызды кесіп шығамыз. Қызанағымыз дайын болды. Енді қызанақты біз түбі терең басқа ыдысымызға салып аламыз. Және де үстіне қазір біз кинза шөбін қосатын боламыз. Осы кинза шөбі салатқа ерекше әрі дәмді дәм береді. Кинзамызды міне ұсақ етіп кесіп аламыз. Бұл кинзаны енді қызанақтың үстіне саламыз. Келесі кезекте 2 дана чеснок, яғни сарымсағымызды ұсақ етіп, осылайна міне дәл видеодағыдай кесіп шығасыздар. Егер қатты сарымсақ ұнамаса, біреуін де қоссаңыздар жеткілікті болады. Енді оны да қызанағымыздың үстіне саламыз. Оған дейін біздің баклажанымыз міне су сарғайған, суын төгіп, қайтадан таза суға шайып аламыз да, осындай сүлгінің үстіне қойып қоямыз. Кішкене суы кепкеннен кейін қызып тұрған майда осы баклажандарымызды қуырып аламыз. Сарғайғанға дейін қуырып аласыздар. Міне осылай сарғаюы керек. Бізде барлық баклажанды қуырып алдым. Енді қызанағымыздың үстіне тұзымызды салып, қуырылған баклажанымызды саламыз. Болды. Енді біз барлық қоспамызды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бізде салатымыз көріп тұрғандарыңызда өте оңай жасалады, әрі дәмді, әрі дастарханда да өте әдемі көрінеді. Әсіресе жаз мезгілінде, сезон уақытында міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер де видео ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.